Оқиға Батыс Вирджиния штатындағы орманда басталады. Бір жұп велосипедпен серуендеп жүр. Әйел жігітін балалық шағында ашқан ашық аспан астындағы ыстық бұлаққа алып келеді. Жігіт бұл жерді көріп, айналада ешкім жоқ екенін байқай салып, бұл мүмкіндік екенін айтып, бірге шомылуды ұсынады. Олар суға түсіп, бір-біріне жақындай бастағанда, ормандағы каннибал, адам етін жейтін адам, оларды жасырын бақылап тұрады. Шомылып болған соң, олар киініп кері жолға түседі. Каннибал оларды арттарынан аңдып келеді. Жолда келе жатқанда, кенеттен жігіт каннибалдың атқан жебесінен құлап түседі. Сол сәтте екеуі бір нәрсе дұрыс емес екенін түсінеді. Қашуға тырысқан кезде, каннибал жігіттің басынан атып өлтіреді. Мұны көрген қыз еш ойланбастан велосипедпен қашпақ болады. Бірақ ол орнатылған қақпанға түсіп, тікенекті сым көзіне ілінеді. Үш каннибал бауырлар сымды тартып, қыздың басын бір сәтте жұлып түсіреді. Осы кезде негізгі кейіпкер Денни өзінің сүйіктісі Тони мен және досы Викпен бірге тауға қарай жол тартады. Себебі Денни жақында таудың етегіндегі ауылдан отбасы туралы маңызды жаңалық естиді. Оған мұрагерлікке үлкен жылжымайтын мүлік қалды. Деннимен бірге тағы 4 досы Род, Брайан, Джиллиан және Чарли келе жатыр. Бірақ олардың көлігі бұзылып қалып, олар Деннидің көлігіне ілесе алмай қалады. Көрініс үлкен иелікке, мүлікке ауысады. Сол жерде Салли есімді әйел Денниді күтіп отыр. Қасында иеліктің қожайыны Джексон бар. Екеуі бауырлар және Деннидің туыстары. Бұл отбасының ерекше дәстүрі бар. Олар туыс адамдардың некелесуін инцест қолдайды. Себебі бұл қан тазалығын сақтайды деп сенеді. Бірақ отбасы мүшелерінің көбі генетикалық жағынан бұзылған. Түрлері де өзгеше. Сондықтан олар қалыпты адам Денниді қан жалғастырушы ретінде таңдайды. Салли оған жақын болуға асық. Көп ұзамай Денни мен оның достары алыс тауда орналасқан ескі, бірақ көркем қонақ үйіне келеді. Салли Денниді көргенде қуанып кетеді. Біраздан кейін қалған достары да жетіп, Джексон бәріне қонақ үйді аралатып көрсетеді. Топ таудағы осындай байлыққа таңғалады. Содан кейін олар асханаға келеді. Дастархан тек бір түскі асқа жайылған екен. Джексон көп адам келеді деп ойламапты. Сондықтан ол қосымша тамақ әзірлейтінін айтып демалуды ұсынады. Демалып отырған кезде Брайан бұл жердің бір түрлі екенін айтып, Денниді кетуге көндіруге тырысады. Бірақ Денни өмірінде алғаш рет үлкен мүмкіндік туғандықтан бас тартпайды. Тони мен Вик те бірнеше күн демалып кетуді қолдайды. Соңында бәрі Денниді қалуға көндіреді. Қонақ үйде Деннидің тобынан бөлек басқа да меймандар бар. Солардың бірі кездесуге дайындалып жатқан әйел дәлізде кетіп бара жатқанда Джексон лақтырған балтаның соққысынан қаза табады. Себебі ол әйел таңертең Джексонмен флирт жасаған. Бұл оның жоспарларына кедергі келтіруі мүмкін еді. Кешке қарай Денни мен достары ашық ыстық бұлақты табады. Денни мен Тони бір-біріне жақындай бастағанда, Салли қызғаныш танытады. Кеш түскен соң, Джексон бәріне бөлмелерін бөліп береді. Түнде Джексон иеліктің артқы жағына барып, орманнан келген 3 каннибал бауырлармен кездеседі. Бұлар алдыңғы фильмнен қашып кеткен отбасы мүшелері. Джексон оларды байқатпай жүруге ескертеді. Және әзірге Денни мен достарына тиіспеуге бұйырады. Олардың уақыты кейін келеді дейді. Келесі күні Джиллиан мен Брайан жергілікті дүкенге барып, хабарландыру тақтасында көптеген жоғалған адамдар туралы парақшаларды көреді. Полиция қызметкері тағы бір хабарландыру іліп жатыр. Таңертең көрінбей кеткен әйел Агнес жоғалған. Шериф олармен сөйлесіп, парақшалар береді. Ал осы уақытта Денни отбасылық ескі суреттердің үйіндісін тауып алады. Суреттердегі адамдардың бәрі бір-біріне ұқсас, ал бір суретте бір адамның басы қаппен жабылған. Джексон бұны көріп, әңгімені бөліп, оларды қару-жарақ бөлмесіне алып барады. Онда көптеген мылтықтар мен қарулар бар. Деннидің назары садаққа ауады. Джексон бұл олардың атасына тиесілі, ол мерген болған дейді. Деннидің қызығушылығын байқаған Джексон оны аңшылыққа алып шығып, садақ атуды үйретеді. Көп ұзамай аң көрініп, Денни дәл тигізеді. Бұл оқиға Деннидің өмірін мүлде жаңа бағытқа бұрады. Бірақ Деннидің өзі білмеген нәрсе бар. Дәл осы сәтте полиция қызметкерін өлтірген ол емес, 3 саусақ атты каннибал еді. Полиция аздап қарсылық көрсеткенімен, ақырында ол өлтіріледі. Ал Денниге қайта оралсақ, Джексон оған пышақ беріп, бұғымен істі аяқтауды бұйырады. Бұл қатыгез болып естілгенімен, Джексон оған егер ол отбасылық бизнесті мұрагерлікпен алғысы келсе, дәстүрлерді қабылдауы керек дейді. Денни бұғыны бір соққымен өлтіреді, ал қанның шашырауы оған бұрын соңды сезбеген ерекше толқу сыйлайды. Осы уақытта Вик Денни үшін уайымдап, иеліктің арт жағына оны іздеуге шығады. Ол сотут атты каннибалдың өлі бұғыны жеп отырғанын көреді.
қорыққаннан қашпақ болады. Сол сәтте ол байқаусызда Дэнниге соғылып, екеуі де төбеден домалап кетеді. Домалау кезінде Дэнни каннибалдардың бір қақпанына түсіп қалып, аяғын пышақ іліп кетеді. Вик көмек іздеуге тырысқанда, Джексон келіп, екеуін де қайта алып кетеді. Иелікке оралған соң, Салли Дэннидің жарасын таңады. Оның әдеттегі мазасыз мінезі енді мүлде ашық флиртке айналады. Ол Дэнниге азғырулы сөздер айтып, арбап сөйлейді. Дэнни де азғырылып, екеуі жақындауға шақ қалғанда, бөлмеге Тони кіріп келеді. Атмосфера бірден ыңғайсыз болып кетеді. Салли амалсыз Викке көмектесуге сылтау айтып кетеді. Салли кеткен соң, Дэнни мен Тони жақындай түседі. Бірақ есік сыртында тұрған Салли оларды қызғанышпен тыңдап, өз-өзін ұстай алмайды. Келесі таңғы аста Дэнни иеліктегі болашақ өмірі туралы жоспарларын айта бастайды. Ол Родқа мүлікті онлайн жарнамалауды, Викке кітап жазуды ұсынады. Осылайша бизнестің бір тізбегін құруды көздейді. Осы арқылы қонақ үйді көбірек адам біліп, табыс артады. Ал Брайанға ол бизнес жоспар дайындау міндетін береді. Бірақ Джиллиан бұл идеяны ұнатпайды. Бөлмесіне оралған соң, ол Брайанмен ұрсысып қалады. Джиллиан қалаға қайту керек дейді. Ал Брайан Дэнниге көмектесу үшін келгенін айтып, екеуі қатты сөзге келеді. Ашуланған Брайан Джиллианның сөмкесін жерге лақтырады. Сол сәтте бәрін таңғалдырған жағдай болады. Сөмкеден бір мүсін түсіп кетеді. Джиллиан бұл мүсінді жасырын алып шыққан екен, өйткені оның бағалы екенін білген. Иелікте осындай көптеген мүсіндер бар, біреуін қаладан сатып жіберсе, үлкен ақша табуға болады. Брайан мұны естіп, аң-таң болады да, дауды бірден тоқтатады. Ол Джиллианнан қалған мүсіндерді көрсетуді сұрайды. Екеуі мүсін бөлмесіне барып, сол жерден жертөлеге түсетін құпия өткелді табады. Төмен түскенде олар екі деңгейлі, дөңгелек пішінді дәлізді көреді. Ортада бір ерекше орындық тұр. Джиллиан мұндай заттардан хабары бар болғандықтан, оның ерекше ойындарға арналғанын бірден түсінеді. Ол орындыққа отырып көріп, қызығушылық танытады. Брайан да оның не үшін қолданылатынын түсінген сәтте, Джиллиан қозып кетіп, оны өзіне тартады. Бірақ дәл осы сәтте бұрышта тығылып тұрған Салли оларды бақылайды. Бір сәтте тек бір көз ғана көрінеді. Бұл үш саусақ. Каннибал Джиллианды пышақпен өлтіріп тастайды. Брайанға да шабуыл жасамақ болғанда, Салли оны тоқтатып, әзірге керек дейді. Ол каннибалдарға Джиллианды алып кетуді бұйырып, ал Брайанды өзі қарайтынын айтады. Брайанды ол бөлмесіне алып кетіп, азғырып, біраз уақыт өткізеді. Осы кезде Джексон кіріп келіп, Саллиге күшін рәсімге дейін сақтауға кеңес береді. Бірақ Салли өзін тоқтата алмайтынын, Джонни жақын жерде жүргенімен, әлі қол жеткізе алмай жүргенін айтып ашуланады. Джексон болса, асықпа, бүгін түнде рәсімді бастаймыз дейді. Брайан енді тірі қалмайтыны белгілі болған соң, Салли оны жастықпен тұншықтырып өлтіреді. Осы уақытта Тони және қалғандары иелікті дамыту жоспарын жалғастырып жатыр. Вик туристерді тарту үшін ерекше бір белгі немесе орын табу керек деп ұсыныс жасап, жалғыз өзі іздеуге кетеді. Іздеу барысында ол жоғалған адамдар тізіміндегі таныс есімдер жазылған бірнеше чемоданды тауып алады. Олардың ішінде таңертең жоғалған Агнес те бар. Көп ұзамай ол Джексон мен Саллидің Дэнниге отбасын көрсететін кешкі жоспарларын талқылап жатқанын байқайды. Сол түні Джексон мен Салли Дэнниді иеліктің арт жағындағы тауға алып кетеді. Вик олардың артынан жасырын түрде еріп, қауіпті жағдайды байқап жүреді. Олар ақыры адам түрлері бұзылған, деформацияланған адамдар тұратын шағын ауылға жетеді. Барлығы жайғасқаннан кейін Джексон отбасының тарихын айтып бастайды. Оның сөзінше, ежелгі заманда бұл жерге 3 отбасы қоныстанған. Көп жылдар бойы соғыс жүргізілгеннен кейін, ақырында олардың отбасы жеңіске жетіп, жерге иелік еткен. Әңгіме барысында Джексон Дэнниге үйде дайындалған қызыл шарап құйып беріп, "Мынаны ішсең, ресми түрде біздің отбасының мүшесі боласың" дейді. Дэнни шарапты ішкен сәтте бойын қанға деген құмарлық билейді. Джексон түсіндіре отырып, "Біз бейкүнә адамдарды өлтіреміз, себебі олар біздің жерімізге заңсыз кіріп, отбасымызды әлсіретіп, қанымызды бұзды. Сол себепті біз таза қан сақтау үшін тек өзара некелесуге рұқсат етеміз" дейді. Ол сонымен бірге өзінің ұрпақ сүйе алмайтынын, сондықтан Дэнниді осы мақсатта таңдағанын да ашық айтады. Дэнни сасып қалады. Ол ештеңе түсініп үлгермей тұрып, Салли кенет оны құмарлықпен сүйіп қояды. Бұл сәтті сырттай бақылап тұрған Вик байқалып қалады. Сотут оны ұстап алып, ауылға сүйреп әкеледі. Қорыққан Вик Дэнниге айғайлап, оны есіне түсіруге тырысады. Бірақ Джексон, "Сен массың, оны танымайсың" деп, Дэннидің санасын әбден улап тастайды. Сөйтіп Дэннидің Викке деген сенімін жойып, оның өмірін еш маңызсыз етеді. Келесі сәтте 3 саусақ Викті пышақпен өлтіреді. Қан төгілгенде деформацияланған ауыл тұрғындары шабыттанып кетеді. Джексон Виктің қанын тостағанға толтырып,
біреуін Денниге береді. Есінен танып отырған Денни ол қанды ойланып жатпастан ішіп қояды. Кейін Саллидің азғыруымен екеуі жақындасады. Осылайша рәсім ресми түрде аяқталады. Келесі күні таңертең масаң күйдегі Денни иелікке оралады. Тони оның өзгеріп кеткенін бірден байқайды. Дауысы қатқыл, мінезі суық және талапшыл болып кеткен. Денни ешкімді тыңдағысы келмей, тек ұйықтағысы келетінін айтады. Ал Чарли иіс сезіп, оны асүйге дейін аңдып барады. Сол жерде ол Джексонның адам етін пісіріп жатқанын көріп, қорқыныштан шошып кетеді. Топтың қалған мүшелері де жүгіріп келіп, бұрышта тығылып қалады. Тоңазытқышты ашқан сәтте Виктің кесілген басын көреді. Бәрі қашуға тырысқанда, кенет 3 каннибал бауырлар жолдарын кесіп шығады. Чарли батылдық танытып, сотутқа қарсы гантельмен шабуыл жасайды. Бірақ ол мүлде әсер етпейді. Каннибалдар оны ұстап алып, су құбырын аузына тыққылайды. Төменнен үздіксіз су айдап, Чарлидің асқазаны ақырында жарылып кетеді. Бұл уақытта Тони мен Род есікке дейін жеткен еді. Бірақ Тони кенеттен тоқтап, Денниді іздеп қайта кеткісі келеді. Род оны тоқтатуға тырысқанымен, ол жалғыз өзі кері жүгіріп кетеді. Тони қару бөлмесіне кіріп, мылтық алып, соңғы шайқасқа дайындалады. Род та Денниді іздеп бара жатып, жолда 3 саусаққа тап болады. Қорыққаннан қақпанға түсіп қалады. Тыныш жатқанымен, каннибалдар оны дәлізге сүйреп апарып, бір ақ қимылмен өлтіреді. Тони мылтықпен жертөлеге түсіп, Саллимен бетпе-бет келеді. Салли оған өткен түндегі Деннимен болған сәтті келемеждеп айтып, ашуландырады. Тони ашуға булығып, мылтықтың дүмімен Саллидің бетін ұрып жібереді. Бұл Саллидің ашуын одан сайын өршітіп, екеуі төбелесіп кетеді. Салли Тонидің басын қайнап жатқан суға батырып өлтірмек болады. Бірақ Тони тез ес жиып, Саллидің бетін сол суға басып, күйдіріп жібереді. Содан кейін ол мылтықты алып, Саллиге 2 рет атады. Бірақ ол әлі тірі қалады. 3-ші рет атағалы тұрғанда, Денни кіріп келіп ашулана. Бұл менің отбасым. Неге бұлай істеп жатырсың? Деп айқайлайды. Мен енді бұрынғы Денни емеспін. Егер жарақат алғың келмесе, қазір кет. Бірақ Тони бас тартпайды. Сен кетпесең, мен де кетпеймін дейді. Осы кезде Джексон арт жағынан келіп, Тониді кепілге алады. Салли жараланғандықтан, ол Тониді өлтірмек болады. Денни ескі естеліктерді еске алып, Джексоннан Саллидің жарасын емдеуге рұқсат сұрап, Тониді өзіне қалдыруды өтінеді. Джексон әлсіреген сәтінде Тониді қоя береді. Бірақ Джексон кенет Тониге ұмтылғанда, Тони оның белдігінен кілтті жұлып алып, бетіне бірнеше рет шаншып өлтіріп тастайды. Мұны көрген Денни есеңгіреп ашуға булығы. Мен отбасымды енді ғана таптым, ал сен оны жойдың, дейді. Сол сәтте 3 бауыр арттан келіп, Тониді пышақтап өлтіреді. Уақыт өткен соң, ыстық бұлақ қонақүйі қайта ашылады, ал Денни оның иесі. Ол бір әйелден тамақ жайлы сұрайды. Әйел, тамақ өте дәмді екен дейді. Денни асүйге кіргенде 3 бауыр етті тартып, диірменде езіп жатыр. Содан кейін олар жертөлеге түсіп, Денни 3 бауырға Саллимен болған рәсімді көрсетуге бұйырады. Отбасы қан жалғастыру үшін. Фильм осымен аяқталады.